Арақпен бас жазуға бола ма? Осындай әңгімені ішімдік ішетін таныстарыңыздан бәлкім естіген шығарсыздар. Ғылым не дейді? Бұған дәлел бар ма? Тексеріп көрдік. Алдымен біздің видеомызды мас болған күні ертесіне қайтадан ішіп бас жазатын таныс дос бауырларыңызға жіберіп, лайк басыңыз. Ендеше кеттік. Ғылыми деректерді қарасақ, ішкеннен кейін ертесіне алкогольдің қосымша дозасын қабылдау масандықтан құтқармайды. Егер ертесіне тағы ішімдік ішсеңіз, кейбір симптомдарды уақытша бәсеңдетуі мүмкін, бірақ басқаларын күшейтіп, қайтадан масайтады. Егер арақ және басқа да ішімдікпен бас жазып, өзіңізді жақсы сезінсеңіз, бұл жай ғана плацебо эффектісі. Бұдан бөлек, бас жазу алкогольге төзімділікті қалыптастыруы мүмкін. Ал бұл өз кезегінде алкоголизмнің пайда болу қаупін арттырады. Мамандар бас жазудың ешбір жолы пайдаға жарамайды дейді. Кей әдістер адамның жағдайын жеңілдетуі мүмкін. Бағана айтқандай, үздіксіз тоқтамай іше берсеңіз, ақыр аяғында алкогольге тәуелді болсаңыз, арты жақсы болмасы анық. Алкогольді қайта тұтыну жақсы идея саналмағанымен басқа салдарын туғызбай, жағдайды жеңілдетуге көмектесетін әдістер бар. Мысалы, алкоголь ағзаны сусыздандырады, сондықтан көбірек су ішу ұсынылады. Тағы бір ұсыныс құнарлы тамақ ішу. Бұл энергияны арттырып, ағзадағы дәрумендер мен минералдарды толтырады. Кеңестер қатарына шаршауды басу үшін кофе ішу де бар. Алайда мамандар кофеиннің көп мөлшері жүрек соғысын жиілететінін ескертеді. Шаршауды басу үшін ұйықтап алғанда жөн. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, видеоны бөлісіңіз. Келесі кездескенше.